Сәлем достар, бүгін сіздермен тез әрі дәмді және асқазанға жеңіл қорытылатын ас мәзірі вареньевінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Алдымен өзіңізге қажетті картопты сыртын ашып, жақсылап жуып аласыздар. Одан кейін картошкамыздың өзімізге ыңғайлы етіп, әрі тез пісуі үшін ортасынан құрттай етіп турап алатын боламыз. Мен барлығы 5 орташа картошка пайдаландым. Барлық картошкамды турап болдым. Енді картоптың үстіне көз мөлшерінде тұз саламын. Одан кейін картошкамызды жауып тұратындай мұздай су құйып, газымыздың үстіне қайнағанша, яғни картопымыз піскенше қоятын боламыз. Осы уақыт аралығында біз тестамызды жасаймыз. Алдымен бізге мұздай су қажет болады. Одан кейін үстіне шым-шым тұз, бір жұмыртқа және ұн қосып, жақсылап біркелкі жұмсақ, қатты емес, орташа формада тесто илеп қоятын боламыз. Міне бізде осындай орташа жұмсақ тесто шығады. Осыны тестамыздың бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қойып, нанымызды тындырып қоятын боламыз. Келесі маған бір жуа қажет болады. Жуамды да майдалап, уақтап, яғни турап дайындап аламын. Одан кейін қазаныма майымды салып, шыжғырып, үстіне туралған жуамды салып, жақсылап, қызарғанша жуамды қуырып алатын боламын. Міне біздің жуамыз әбден қуырылып дайын болды. Енді піскен картошкамыздың үстіне жуамызды салып, одан кейін азғантай сүт және дәміне қарай тұз салып, картошкамызды жақсылап пюре образды болғанша ететін боламыз. Міне менің пюрем дайын болып қалды. Енді қақпағын жауып қоя тұрамын да тестама кірісетін боламын. Тестамды мен өзіме ыңғайлы болу үшін
кішкентай бөліктерге бөліп, әрбіреуін бөлек жаздым. Егер сіздерге үлкен бір жазым қылып жазғыларың келсе, бөлек ыдыстарға ішіне салып дайындасаңыздар болады. Маған өзімнің осы вариантым ұнайды және осылай бұрыннан жасап жүрмін. Нанымызды жазған кезде қатты жұқа болып кетпеуі қажет, себебі біздің вареники суда пісіп жатқан кезде езіліп кетуі әбден мүмкін. Соны мұқият байқаңыздар. Енді барлығын мен өстіп жазып алдын ала дайындап алдым да, одан кейін ішіне бір қасық көлемінде картошкамды салып, жан-жағын жақсылап бір-біріне біріктіріп аламын. Мен бүгінгі дайындаған вареникім дайын болды. Енді бұны қазір жартысын қайнатып, жартысын морозильникке, яғни мұздатқышқа салып қатырып қоямын. Керек уақытында пайдалана беруге болады. Қайнап тұрған ыстық суымыздың үстіне өзіңізге керекті вареникиді салып аласыз. Бұл вареникиді өздеріңіз қалауыңыз бойынша сметанамен және де басқа да соустармен ұсына берсеңіздер болады. Балапандардың сүйіп жейтін тағамдарының бірі. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Достар, видеома лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.